Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Арайлым. Бүгін сіздермен картошкадан жасалған ерекше тағам дайындаймыз. Ең алдымен қайнатылған картошкамыздың үстіне тұз, укроп, жұмыртқа және бұрышымызды себеміз. Сосын 2 ас қасық жүгері крахмалын салып, жақсылап картошкамыздың бәрін араластырып, пюре жасаймыз. Енді осы пюремізді 4 бөлікке бөліп аламыз. 4-еуін де осылай ұзынша формаға келтіреміз. Енді шанышқының көмегімен үстін баса отырып, бөліктерге бөлеміз. Шетінен алып жұмыртқаға батырып, нан үгінділеріне батырып, барлығын осылай шетіне жасай береміз. Қызып тұрған майымызға картошкаларымызды салып, шетінен қуырамыз. Екі бетін жақсылап қуырып қызартып аламыз. Достар, егер де алдағы шығатын рецепттерді жіберіп алғыларыңыз келмесе, қоңырауша белгісін басып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Міне қызарып, әдемі котлет сияқты болып пісті. Сап жатсаңыздар, барлықтарыңызға ас болсын. Сау болыңыздар демеймін. Келесі видеода кездескенше.